Толғақтың алғашқы белгілері. Босанудың өзі 3 сатыдан тұрады. Армысыздар, құрметті қыз-келіншектер. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге өте маңызды, керекті мағлұмат, ақпарат беремін. Жазылыңыздар. Егер менің приемыма жеке келем деген келіншектер болатын болса, төменде берілген телефонға хабарласып, менің приемыма жазылсаңыздар болады. Және YouTube каналыма тіркеліп, сіздерді комментарийге жазсаңыздар болады. Келесі қандай тақырыптар сіздерді қозғағанды ұнатасыздар, соны комментарийға жазып қалдырсаңыздар болады. Ал қазіргі сіздерге менің айтайын деген тақырыбым ол толғақтың алғашқы белгілері. Толғақ жалпы қалай басталады? Қыздар, әйел 36-37 аптаға дейін жүктіліктің, егер толғақ басталып жатса, бұл ерте босану. Ерте босануға жатады, мерзімінен ерте босануға жатады. Ал негізгі мерзімі жетіп, жүктіліктің дұрыс босану, бұл 37 аптадан 41 аптаға дейін босану, бұл дұрыс босануға жатады. Яғни, жүктілігі 37-тен асқан әр келіншек өзінің толғағын күте берсе болады. Ол физиологиялық жағдай, қыздар. Сондықтан, сіздер толғақтың келгенін қалай білсеңіздер болады? Ол біріншіден бел аймағыңыз жайлап, сыздап, 1-2 күнде ауыруы мүмкін. Жайлап ауырып, таңертең, түскі уақыттарда ауырып қою мүмкін. Ал егер бұл ай толғақ, жаңадан басталып атқан толғақ деп айтуға болады, іштің төменгі жағы. Ал шынайы толғақ осындай ауру сезімінің, яғни толғақтың күшеюі, қыздар. Оның ұзақтығы мысалға 60 секунд пен 120 секундқа дейін болуы мүмкін, ал ара қашықтығы әр толғақтың 5 минуттан 10 минутқа дейінгі аралықтарда болып жатса үйде, әр толғақтың арасы болған сайын жиілеп жатса, бұл сіздің шынайы толғағыңыздың келгендігін білдіреді. Жалпы қыздар, толғақ деген не? Не болып жатыр менің организмімде деген қыздар өте көп қой білмейтін, қыздар, білмеуі де мүмкін, әсіресе алғашқы босанатын қыздар. Толғақ дегеніміз, қыздар, бұл босанудың өзі 3 сатыдан тұрады. Сіздерде 37-40 аптаға дейін ішіңізде нәресте өсіп жетілді. Ол енді дүниеге келу керек. Дүниеге келетін кезде бірінші толғақ. Толғақ бұл босанудың бірінші сатысы. Яғни жатыр мойнының 10 сантиметрге дейін ашылуын толғақ деп айтамыз. Бұл әр қыздарда әр түрлі болады, қыздар. Көбінесе кейбір қыздарда 1-2 сағаттың көлемінде болып қалуы мүмкін, ал көп қыздарда 10-12-17 сағатқа дейін толғақ болып жатады. Бұл қалыпты жағдай. Ал екінші кезеңі ол әрине сіздің нәрестеңіздің босануы, нәрестеңіздің дүниеге келу кезеңі. Бұл кезде де қатты паникаға берілмей, акушерка дәрігерді тыңдап, баланы күшен деген уақытында күшені, баланың басының, иығының, денесінің шығуын барлығын қадағалап, паникаға берілмей, айғайлап өзіңізді құр бекер шаршатпай, акушерканы тыңдап, дені сау баланы туу миссиямен осы уақытым деп, өзіңіздің баланы босану уақытын, ұзақтығын да, ауырлығын да өзіңіздің қолыңызда деп айтқым келеді. Ал үшінші сатысы, ең соңғы баланы аман есен босандым деп сіздің кеудеңізде жатқан бала бітті мен деп өзіңізді бақытты сезініп жатқан кезіңізде ең соңғы сатысы, яғни баланың жолдасы, плацентаның босану сатысы басталады. Бұл өте қысқа бала босануға қарағанда, бірақ баланың жолдасын өзіңіз босану керексіз. Әрине акушерканың, акушер-гинеколог дәрігердің нұсқауы бойынша, айтуы бойынша кішкене күшеніп, жатырдың жиырылуын жылдамдатып,
жаңа баланың жолдасын босанғаннан кейін бұл 3 сатыдан Алла аман есен сіздің денсаулығыңыздың ары қарай жақсаруына жаңағы жол ашылады. Осыларды айтып өткім келді, қыздар. Бірінші жаңағы толғақтың басталғаны жайлап ауру сезімі, одан кейін көп қыздарда жаңағы орысша слизистый пробка дейді, қоймалжың, жатыр мойнында пробка болады, кішкене қан араласқан. Сол кетуі мүмкін босанғанға дейін. Кейбір қыздарда пробка кеткеннен кейін су кетуі мүмкін, бірден су кеткен жағдайда бірден әрине сіздер перзентханаға барғандарыңыз дұрыс, өйткені инфекция кіру қаупі бар, осының барлығы толғақтың басталуына алып келеді. Әрине су кеткен қыздарда бірден толғақ басталады деп айта алмаймын, және слизистый пробка кеткен кезде де бірден басталады деп айта алмаймын. Ол әр организмде әр түрлі болады. Оны орысша индивидуально деп айтады. Қазақша жеке-жеке әйелдің ол жалпы организмнің ерекшелігіне байланысты болады. Сондықтан бізде дәрігерлер әр әйелдің өзінің босану тарихы жазылады. Ол әр әйелде әр түрлі болады, әр ұзақтығына байланысты болады, Сондықтан толғақтың осындай белгілерін байқасаңыз, өзіңіздің енді сіз босануға дайындалып отырған, буынып, түйініп, эмоционалды жағдайыңызды дұрыстап, мен осы баламды аман есен дүниеге келтіретін күн бүгін деп жауапты сәтте өзіңіздің ойыңызды жинақтап, психологиялық мықты болып барып, босанып келуіңізге, осындай сәтте өзіңіз жауапты болыңыз өз-өзіңізге. Осы видеомыз сіздерге ұнаса, комментарийге жазыңыздар, және қандай тақырыптар сіздерді мазалайды, сол жайында да комментарийға жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.